ұбт-да биология таңдап жатқан бүкіл оқушыларға сәлем. Балапандар қалайсыңдар? ұбт-ларың қалай болып жатыр? Кім қалай дайындалып жатыр? Неше балл алып жатсыңдар? Комментарийға жаз кетіңдер. Ал бүгін Малика апай сіздерге өте қызық тақырып алып келді. Бүгінгі тақырып бізде ұбт және де дәрумендер, яғни витаминдер. Бұл видео бізде екі бөлімнен тұрады. Бүгін бізде бірінші бөлім АД2, яғни майда еритін витаминдер тобына арналады. Сонымен кеттік. Бәріміз кішкентай кезімізден бастап үлкейгенге дейін неге де бір жерімізде бір зат дұрыс болмайтын болса, өзімізді әлсіз сезініп тұрсақ, немесе тырнақтарымызда бір дақ пайда болса, немесе тағы да басқа саған точно витаминдер ішу керек. Мына балаға біреулерің витамин алып беріңдер, ауырмай тұрып витамин іш, мына көкөністі же, мына жемісті же, ол жақта витамин өте көп деген сөздерді естідік. А вообще витамин дегеніміз не? Ол қалай зерттелді? Не үшін ол бізге керек? Ең алғаш рет витамин деген түсінікті зерттеп тапқан кісілердің бірі, ол бізде Лунин деген Ресей азаматы болған. 1880 жылы өз ғылыми зерттеулерінде тіршілікке нәруыз, май, көмірсудан басқа тағы бір өте маңызды зат керек екенін айтқан. Бірақ ол нақты айта алмаған не екен, но оның зерттеген. Яғни ол просто эксперимент ретінде тышқандарды алғанда чисто тек қана нәруыз, май, көмірсудан тұратын тамақтарды ғана берген. Получается, құрамында ешқандай витамины жоқ, витамины бар заттар емес, чисто нәруыз, чисто май и көмірсуды ғана бере берген. Сөйтіп ол тышқандар хотя жақсы тамақтанса да, в дальнейшем көп ұзамай өліп кеткен. И оказывается, олардың жеген тамақтарының құрамында маңызды бір зат болмаған. И потом ол осыны өзінің ғылыми жобасын айтқан. Кейін бізде Функ деген кісі 1911 жылы ең алғаш рет бір дәруменін бөліп алып, оған витамин деген терминді ұсынған ғалым болған екен. Не себептен витамин деген атау? Вита өмір деген мағынаны береді. Амин, яғни амин қышқылдарының қалдықтары, амин деген заттар кездеседі деген сөз. Но бүкіл витаминнің құрамында ол зат жоқ, но ең бірінші рет бір витамин сөйтіп айталып кеткендіктен витамин деген сияқты. Дальше бүкіл осындай өте маңызды органикалық заттарды витамин деп атап кеткен екен. Яғни 1880 жылы ең алғаш рет осындай заттар бар-ау деп ойланып анықтаған кісі бізде Лунин болған. Және ұбт-да кім витаминдерді зерттеді десе, Лунин деп жауап бересіздер. Но на самом деле витамин деген атауды ең алғаш рет берген және де таза күйіне бөліп алған кісі ол бізде Функ болған. Дәрумендер адам ағзасында қандай қызмет атқарады? Неге бізге барлық айта береді, осы витамин ішу керек саған деп? Не үшін ішеміз? Мысал ретінде кальцийді ішемін, чтобы сүйегім қатты болу үшін, нәруіздерді жеймін, чтобы бұлшық етім өсу үшін, көмірсуды жеймін, энергия болу үшін, ал витаминді не үшін жеймін? Витаминдер, немесе дәрумендер адам ағзасына атқаратын қызметтері. Точно энергия көзі емес. Олар бізге энергия бермейді, яғни одан АТФ құрылмайды. Олардың атқаратын қызметтері как көмек тәрізді. Биохимиялық процестердің жүруіне көмектеседі, яғни как кофермент ретінде қызмет атқарады. Гормондардың бөлінуін реттейді, антиоксидант қызметін атқарады, ағзадағы майлардың алмасуын реттейді, әртүрлі заттардың сіңуіне көмектеседі. Яғни біздің организміміз комплекстан жұмыс істейді. Бүкіл нәрсе бір-бірімен байланысты. Соның ішінде біздің витаминдеріміз өте көптеген процестердің жүруіне, және сынып кетуіне, кіріп кетуіне, құралуына көмектесетін заттар екен на молекулярном и клеточном уровне. Және осындай витаминдердің саны, біздің тіршілігіміз үшін қажет витаминдердің саны қазіргі таңда 20 екен. Осы 20 витамин міндетті түрде біздің организмізде болу керек. Олар бізде витаминдер өздерінің қасиеттеріне байланысты екі топқа бөлінеді. Суда еритін витаминдер, олар бізде С, ПП, Б тобының витаминдері, және де майда еритін витаминдер тобы АД2. Біз сендермен оны осы видео сабақта өтеміз. Ал С, ПП, Б тобының витаминдері келесі видео сабақта. Енді қараңдар балапандар, не себептен майда еритін, не себептен суда еритін? Олардың просто тасымалдануына байланысты екен. Оказывается, АД2 витаминдер тобы, оны қысқаша біздің балалар АДЭК деп жаттайды, немесе керісінше кеда деп жаттайды, но әрқайсысы бөлек витамин. Олар просто сол жақта ериді. Ерген күйінде, немесе тасымалдану күйінде даже қызмет атқаралады. Сол себептен егер де врач сендерге А витаминін жазып берсе, Д витаминін жазып берсе, К витаминін жазып берсе, сендер оны қабылдаған кезде міндетті түрде тамақ ішіп кезде сендердің тамақтарың құрамында май болу керек. Мысал ретінде ол каша болуы мүмкін, кашаға май қосылған болуы мүмкін, қаймақ болуы мүмкін, авокадо деген сияқты заттар болуы мүмкін.
Сонымен А2, адек витаминдер тобының әрқайсысын зерттеуді бастаймыз. Кез келген витаминнің екінші атауы қандай тамақтарда кетсе, жетіспесе ауруы қандай болады, және де күніне қабылдайтын миллиграммы болады. Бұл ұбт-да міндетті түрде келетін тақырып, көп оқушылар оларға назар аудармайды, но Малика апай сендерге оны тегін береді, так что менің айтқан әрбір сөзімді конспектлеп жаттауды ұмытпаңдар. Сонымен А дәрумені, алфавиттің бірінші әріпі және де А дәрумені, екінші атауы менде ретинол деп аталады екен. Ретинол, яғни А дәрумені. А дәруменің ізінашарлары өсімдіктердің қызыл сары пигменттері каротин. Яғни А дәрумені табиғатта таза күйінде кездеспейді екен. Ол тек қана осындай пигменттердің ішінде кездескен. Кейін дальнейшем осы пигменттер адам организміне түскен кезде, қорыту болған кезде, дальше қанға сіңген кезде, ол бауыр жасушаларына барады, дальнейшем сол жақта және де ішектің қабырғаларында А дәруменіне синтезделеді екен. Яғни таза күйінде түспейді А витамин адам организміне, ол міндетті түрде өсімдіктердің сары қызыл пигменттерінде, яғни каротиннің құрамында болады. Адамның қанына түсіп дальше жасушаларына барған кезде, ол дальнейшем бауырда, ішектің қабырғасына А дәруменіне синтезделеді. А дәруменінің бір тәуліктегі қажет мөлшері 1 немесе 2 миллиграмм. Қандай тамақтар жесек, біздің денемізде А дәрумені жеткілікті болады. Ол бізде шырғанақ, сәбіз, өрік, итмұрын, асқабақ және де асжапырақ. Қарап тұрсыңдар балапандар, барлығы шырғанақ, это облепиха. Сәбіз, өрік, итмұрын, асқабақ барлығы қызыл сары түсті, яғни оранжевый қызыл сары түсті. Бұл түстер бізде каротин пигменті бай құрамында. Одан кейін барып, естественно, бауыр бар ғой, біздің мамалар соғым сойғанда бауырдан котлет жасайды, немесе қуырдаққа қосады ғой. Сол бауырдың құрамында бізде тоже А витамині өте көп болады екен. Енді қараңдар, каротинді ағзамыз жақсы сіңіру үшін аталған өсімдіктекті өнімдерді жануар немесе өсімдік майын қаймақ қосып жеу керек. Но мысал ретінде сендер салат жасап жатсаңдар, немесе тағы да басқа зат жасап жатсаңдар, может быть оливковое масло немесе жаңағыдай май араластырып, бәлкім салат жейсіңдер. Сол кезде бұл сендердің денелеріне сіңеді. Енді, помните, егер де белгілі бір витамин жетіспесе, бізде аурулар пайда болады дегенбіз. Так вот, сол жетіспейді, немесе слишком көп болып кетеді деген сияқты терминдермен танысайық. Организмнің улануына алып келетін шектен тыс витаминдерді қабылдау бізде гипервитаминоз деп атады. Біздің организм всегда нормада, оптимумда жұмыс істейді. Егер шектен тыс көп болып кетсе, аз болып кетсе, біздің организміміз ауруға ұшырайды. К сожалению, қазіргі кезде көптеген адамдар дәрігерлердің консультациясыз, диагностикасыз, анализсіз әртүрлі рекламалардың көрген дәрумендерді іше береді. Бұл адам организмін интоксикацияға алып келу мүмкін, немесе жұмысын бұзу мүмкін, немесе вообще гипервитаминозға алып келу мүмкін. Сондықтан да ешқашанда адам самолечениемен айналыспау керек. Егер де сендер өздерінің денелеріндегі белгілі бір дискомфортты, әлсіздікті сезінсеңдер, то поликлиникаға, педиатрға, терапевтке барып, белгілі бір анализдерді тапсырып, одан кейін барып қана ішу керек. Енді қараңдар, тағамда қандай да бір витаминнің болмауынан зат алмасуының бұзылуы туындайды, оны бізде А витаминоз деп атайды. А витаминоз. Егер бір тамақта жоқ болса, қандай да бір витаминнің жетіспеуінен туындайтын әлсіздік бізде гиповитаминоз деп аталады. Так вот, егер де А дәрумен адам организмінде жетіспесе, адамда пайда болатын ауру ақшам соқыр дамиды екен. Ақшам соқыр қазақша бізде куриная слепота деп аталады. Егер де қарапайым адам түнде былай көретін болса, фонариктер жанып тұр деген сияқты, то куриная слепотасы бар адам былай көреді. Бұның барлығы адамның тор қабығында орналасқан таяқшаларға байланысты. Олардың құрамында родопсин дейтін пигмент бар. Вот родопсиннің пигментінің жұмысына бізге А витамині қажет екен. Естерінде бар болса, родопсин пигменті ымыртта, қараңғыда көруге көмектеседі. Оның жұмысы бұзылса, бізде ақшам соқыр ауру дамиды деген бар. Так вот, оның дамуына бізге дальнейшем жетілуіне А дәрумені қажет екен. Менің көптеген таныстарым бар, осындай куриная слепотамен ауыратын. Басқаларға ол күлкілі болып көрінеді, но ол адамдарға реально бет фонарикпен көзінен жағып былай көрсетпесең, олар ешнәрсе көрмейді. И олар қараңғыдан қорқады.
Сонымен балапандар, сендерге қызық болып жатыр деген үміттемін. Егер де сендерге қызық болып жатса, пожалуйста, комментарийге соны білдіре отырыңдар. Ал осы видео сабақты түсіруге бізге көп көмектескен ProBio мектебіне біз алғыс айтамыз. Бұл видео сабақ сендерге пайдалы болып жатыр деген үміттемін, өйткені бұл сабақ ProBio курсының қолдауымен түсірілген. ProBio дегеніміз 10 және 11 сыныпта биологияны таңдап, ұбт тапсыру арқылы Қазақстан ең топовый медициналық және де педагогикалық университеттеріне грантқа түскісі келетін оқушыларға арналған. ProBio курсының 3 ерекшелігі бар. Бірінші, біздің өте қысқа түсінікті видео сабақтарымыз ыңғайлы платформада орналасқан. Екіншіден, мен оқушыларға аптасына 2 рет тікелей эфирде нұсқа талдау жүргіземін. Үшіншіден, біздің кураторлар әр оқушыға кері байланыс беріп, 24/7 байланыста болады. Бұның барлығы менің авторлық методикамен құрастырылған. В общем, біздің курста барлығы күшті. Егер де грантқа түскің келсе, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, WhatsApp-қа жаз, күтемін. Сонымен балапандар, сендерге сабақ ұнап жатыр деген үміттемін. Давайте біз дальше жалғастырамыз. Егер де сабақ ұнап жатса, пожалуйста, лайк қойып, сторисқа мені түсіруді ұмытпаңдар, инстамды белгілеуді ұмытпаңдар, және де комментарийға күшті сөздер жазып кетсеңдер, мен барлығын өзім оқимын. Сонымен Д дәрумені. Д дәрумені екінші тау менде кальциферол деп аталады, немесе күн дәрумені деп аталады екен. Оған бірнеше себеп бар. Біріншісі, Д витамині бізде ағзамызда сүйекке кальций мен фосфордың сіңуіне және де алмасуына көмектеседі. Және де Д витамині адамның организмінде синтезделеді, теріде күн сәулесінің арқасында синтезделеді. Біздің теріміздің бірінші қабаты эпидермистің тірі жасушаларында меланоцит деген жасуша бар, яғни меланин пигментін бөлетін. Олар күн сәулесімен қатынасқа түскен кезде, әсерге түскенде Д витаминін синтезделе бастайды. Но біз күнделікті осындай жабық помещениеде жүреміз, постоянно біз күн астында жүрмейміз. Сол себептен бізге Д витамині әсіресе қыста жетіспейді, біз оны қосымша тамақтардан қабылдап отыруымыз қажет. Д дәруменінің бір тәуліктегі қажет мөлшері ересек адам үшін 2,5 миллиграммды құрайды, балалар үшін 12,5 миллиграммды құрайды. Не себептен? Өйткені кішкентай баланың бойы өсіп жатыр, сүйектері жетіліп жатыр, тістері шығып жатыр деген сияқты. Және оларға көп кальций мен фосфорын алмасу қажет. Д дәрумені көп мөлшерде бізде кездеседі балық майында, рыбе жир, бауырында, атлант майшабағында, жұмыртқада, сүтте және де майда кездеседі. Не зря біз кішкентай кезімізден растишка, биоз деген сияқты рекламаларды көріп өскен жоқпыз. Немесе міндетті түрде кішкентай балдарға сүт, айран, құртты жеуге береді. Біздің қазақтар бәрін білген. Д дәруменінің гиповитаминозы балаларда, кішкентай балаларда мешел немесе рахит ауруын тудырады. Міне мынау бізде мешел немесе рахит ауруымен ауыратын балалардың белгілері. Суретте көріп тұрсыңдар. Олардың фенотиптік белгілері мынандай. Дене салмағының ауырлығынан аяқтар қисаяды. Өйткені сүйектер мықты емес. Олар денені ұстай алмайды. Кеуде қуысы көкетке, диафрагмаға басады. Ол ішекке қысым түсіргендіктен қарны алдыға қарай шығып тұрады. Жалпы мешелмен ауыратын баланың бойының өсуі баяулайды. Басы үлкен болады, ұйқысы бұзылады. Бұл балалар жұқпалы аурулармен көп ауырады. Жалпы осылай балапандар. Так что күнделікті сендердің мамаларын, апаларын, аталарын беретін үйдегі тамақ намного пайдалырақ сендердің өсіп жатқан организмдеріне, чем фастфуд, кипси, бургер, кола, чипсы деген сияқты. Әрине оны жеуге болады, но жиі емес. Жиі біз күнделікті жеп тұратын тамақтарымыз үйде біздің мама-папамыз пісіріп беретін тамақтар болу керек. А, Д, и келесі бізде Е дәрумені. Е дәрумені екінші атауы бізде токоферол деп аталады екен. Е дәрумені бізде көкөністерде, өнген дақылдарда. Дақыл дегеніміз дәндер болады ғой, орех деген тәрізді әртүрлі дәндер болады ғой соларда. Өсімдік майында, жұмыртқада болады екен. Бір тәулікте қажет мөлшері 10-20 миллиграмм. Жалпы, когда сендер интернет ашып қарасыңдар, немесе, скажем так, университетке барғанда осы тақырыпты өткен кезде сендер әртүрлі мысал ретінде тамақтардың түрлерін көрулері мүмкін. Әрине, бүкіл тамақтың құрамында бұл витаминдер болады, но біз сендермен ең көп kesетін тамақтардың түрлерін айтып жатырмыз. Және де бұл мектеп программасы, именно мектеп программасына берілген заттар сендерде ұбт-дан сұралады. Мысалға, Е дәрумені қандай заттарды kesеді деген кезде көп жауаптықта именно осыларды белгілеу керек. Сонымен, Е дәрумені жетіспеушілігі гиповитаминозы, бедеулікке алып келеді. Өйткені Е дәрумені бізде жұмыртқа жасушасының пісіп жетілуіне көмектеседі.
иә, бұлшықет дистрофиясына алып келеді, яғни бұлшықет қалыпты жағдайда мынандай болу керек болса, яғни ол өте әлсіз, андай өте жіңішке болады. Сол себептен жігіттер, қыздар, давайте нормально тамақтанайық, анемияға алып келеді, балаларда көру қабілетінің бұзылуына алып келеді. Кейде семіздікке де себеп болуы мүмкін, өйткені зат алмасу бұзылады. Сонымен ең соңғы витамин бізде адектин тобында, яғни майда еритін витаминдердің тобында, ол бізде К дәрумені болды. К дәруменің екінші тобы менде филохинон. Бір тәулікті қажеттік мөлшері 0,2-0,3 миллиграмм. К дәруменіне кездеседі самалдықта, шпинатта, қалақайда, түстік қырыққабатта, асқабақта, сәбізде. Және де адамның ішек микрофлорасында синтезделуі мүмкін. Егер де К дәрумені жетіспейтін болса, қан ұюының бұзылуына, соның салдарынан қан жоғалтуға соғып апарады. Мысалы, қан ұюға не қажет деген кезде біз ұбт-да көп жоғалтықтан белгілейміз. Кальций мен К дәруменін. Осыны ұмытпаңдар. Сонымен балапандар, мен сендерді құттықтаймын. Сендер А, Д, Е, К витаминдер тобына мектеп программасына білу қажет заттың барлығын енді білесіңдер. Жақсылап конспектлер, инстаграмға мені салуды ұмытпаңдар. Және де барлықтарына сәттілік, келесі бөлімде кездескенше.